Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Достар, бүгін дәл осындай жұмсақ, өте нәзік, ауызда еритін булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер тізімін видеоның описание бөліміне қалдырдым. Ең алдымен сүтімізге дрожжымызды салып, оның үстіне общий количестводағы ұнымыздан 8 ас қасық салып, 2 ас қасық қантымызды салып, суымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Және осы тұнбаны бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минутта біздің осылай апарамыз күшті болып көтерілді. Осыны енді венчикпен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз да, ішіне қалған ингредиенттерімізді қосамыз. Сары майымызды ерітіп, бөлме температурасында әбден суытып алдым. Оның үстіне қалған қантымызды саламыз және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, оны да ақырын қосамыз. Оның барлығын салып, осылай 1-2 ас қасық шығатындай сұйық майды құямыз да, қамырымызды жақсылап осылай илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ күшті қамыр шығады. 2-3 қайтара осылай иегін қандырып, жақсылап илеп, 1,5-2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бір басып, қайтадан көтерілгенін күтіп жасасаңыз да болады, немесе бір көтерілгеннен сразу жасай берсеңіздер де болады. Міне достар, біздің қамырымыз күшті болып көтерілді. Осының жартысынан жасадым мен, жартысын тоңазытқышқа қатырып қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайды, өте нәзік болып шығады. Аздап сұйық майымызды құйып, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Сосын оны майда бөлшектерге бөліп аламыз. Қажетті көлемде өзіңізге ыңғайлы қылып. Осылай шарик-шарик қылып жасап қоямыз да, тағы 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 20 минуттан кейін ашып, қалаған формаңызды жасап, пергамент қағазына осылай дайын күйінде сала бересіздер.
Көтерілген шариктарымызды алып, бір-бірден осылай неше түрлі форма жасап, пергамент қағазына төсеп, немесе сразу противенге пергамент қағазын төсеп, соған жинай берсеңіздер болады. Міне достар, менде осындай 20 штук булочки шықты. Осыны енді бетін жауып, қайтадан 15 минутқа көтерілгенше қып қоямыз. 15 минуттан кейін булочкамыз осылай көтеріліп, күшті болып шығады. Осының бетіне жұмыртқаны сарысын немесе жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып жақсаңыздар да болады. Бетіне қант себуді ұмытпаңыздар. Осыны духовкада 180-200 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Достар, менің каналымда көптеген тәттілердің рецептісі бар, соларға кіріп көрсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ, өте нәзік, иісі деген күшті болып шығып тұр. Бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Сіздерге менің рецептім ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Камшат. Астарыңыз дәмді болсын.